Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1-ші сынып математика 58-ші сабақ өлшеу тақырыбын қарастырамыз. Бүгінгі өлшеу тақырыбымызда шама мәндері мен амалдар орындаймыз. Кәнекей, 1-ші тапсырмаға назар аударайық. Әр жануардың массасын ата. Массаларды өсу ретімен жаз. Балалар, суретке назар аударайықшы. Суретте қандай жануарлар берілген екен? Жақсы. Суретте үй жануарлары берілген екен. Ал балалар, бізге берілген жануарлар қандай жануарларға жататын анықтап көрейік. Кім қалай ойлайды екен, Кәнекей? Жақсы. Балалар, бұл жануарлар бізде үй жануарлары екен. Үй жануарларын массаларына қарай ретімен жазу керек екен. Яғни өсу ретімен. Өсу ретімен жазу дегеніміз ең кіші жануарлардан бастап, ең үлкен жануарға дейін жазып шығуымыз керек. Кәнекей, жазып шығайық. Ал балалар, бізге берілген жануарларды кезегімен атап шығайық. Ең бірінші бізге берілген сиыр, одан кейін қой, бұзау, қоян, мысық, әтеш, тауық және ешкі, үйрек берілген екен. Ал балалар, осы бізге берілген үй жануарларын өсу ретімен атап шығайық. Бізде ең кіші салмақты бізде тауық 2 килограмм екен. Одан кейін үйрек 3 килограмм, әтеш 4 килограмм екен, мысық 5 килограмм, қоян 7 килограмм, қой 20, ешкі 30, бұзау 60, ал сиыр болса 100 килограмм екен. Ал енді ең аз салмақты бізде тауық 2 килограмм, ал сиыр 100 килограмм екен. Есімізге сақтап қойайық. Және дәптерімізге осы күйінде жазып алайық. Ендігі кезекте суретіміздің астына мән беріп қарап көрейік. 1 килограмм және 2 килограмм берілген екен. Бізде қайсысы көпті көрсетіп тұр? Кәне, ойланып көрейік. Балалар, әрине 1 килограммнан қарағанда 2 килограмм көп. Яғни көптік таңбасын қоямыз. Ал балалар, кезек екінші тапсырмаға келді. Математика күнделікті өмірде жануарларды массасының өсу ретіне қарай ата. Жаңағы кезекте біз үй жануарларын қарастырған болатынбыз. Барлығын атап шықтық. Массасына қарай бөліп шықтық. Ал енді кезекте жабайы аңдарға келді. Кәнекей, ең жеңіл жануардан бастайық және өсу реті бойынша жазып шығайық. Ең бірінші жазылатын жануар бізде қоян. Ол 8 килограмм. Одан кейін екінші кезекте түлкі 20 килограмм. Одан кейін қасқыр тұрады, 30 килограмм. Келесі жолбарыс 40 килограмм. Және ең соңғысы аю екен 90 килограмм. Бұл жерде ең жеңіл жануар қоян, ал ең ауыр жануар бізде аю екен. Жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, келесі кезекті тапсырмамызға зер салайық. Берілген тапсырмамызды оқып, есептейік. Ал топтық жұмыс. Аңдардың мекені қайда? Есептеп, ненің қай жерде мекендейтінін айт. Балалар, қараңдаршы, бізге 4 түрлі аң берілген екен, және 4 түрлі мекендеу жері берілген екен. Әр аңның астында және әр мекеннің астында бізде өрнек берілген. Өрнектің мәніне сәйкес әр жануар өз ініне кіру керек. Сол себепті бірінші жануарлардың өрнектерін шығарып алайық. Массасына қарай өрнек берілген, соны есептейік. Бізде ең бірінші қоян берілген. Кәне, есептеп көрейік. 2-ге 6-ны қосатын болсақ, бізде қанша шығады? 8 шығады. Ендігі аюды есептейік. 100 килограммнан 10 килограммды азайтқанда 90 шығады. Борсықты есептейік. 7-ге 3-ті қосқанда 10, ал түлкіде 10 килограммға 10-ды қосқанда 20 килограмм шығады екен. Ал ендігі кезекте мекен астындағы өрнектерді есептеп көрейік. 40 азайту 20 бізде 20, 50 килограмм азайту 40 килограмм бізде 10, 10 килограмм азайту 2 килограмм 8-ге тең, 50 килограмм қосу 40 килограмм бізде 90-ға тең. Ал балалар, есептеулерімізге сәйкес
қай жануардың қай жерге мекендейтінін көрдік, иә? Ендігі кезекте сызба арқылы жануарларымыздың өз індеріне апаратын жолды көрсетейін. Мұқият қарап шығайық, иә? Келесі мысалымызға назар аударайық. Сен зерттеушісің, математикалық ребустар сандарды тап. Яғни бізге белгісіз сандарды табуымыз қажет. Бірінші тапсырмамызды еске түсіріп көрейікші. Біздегі берілген қой мен ешкінің салмағына назар аударып көрейік. Ешкі 30 килограмм, ал қой 20 килограммды көрсетіп тұр. Бізде бұл жерде мәндеріміз сәйкес болуы міндетті емес, бірақ ешкіміздің ауыр екенін ескерейік. Ендігі кезекте 70 саны қандай сандардың қосындысынан тұратынын есімізге түсірейік. Кәнекей. Ал 10 мен 60-тың қосындысы 70-ке тең, 20 мен 50-тің қосындысы 70-ке тең, және 30 пен 40-тың қосындысы 70-ке тең екен. Ең бізге жақыны бұл жерде 40 және 30 санын алайық. Келесі бөлімімізде есептеуімізді жазайық. 40, 30 және 7-ті қосқанда мәні 90 шығады екен. Ал бізде 70 санына қанша санды қосқанда 90 шығады екен. Кәне есептеп көрейік. Дұрыс айтасыңдар, 20 саны шығады. Жарайсыңдар балалар, дұрыс шешімін таптық. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңдер.